Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арука Микс. Достар, менің арнамда бүгін кукинг айдары болады. Достар, кукингті бастамас бұрын менің сіздерге айтар бір жаңалығым бар еді. Енді менің арнамда апталық комментарий болады. Мен сіздердің үздік комментарийларыңызды видеода көрсетемін. Ал осы аптаның ең үздік комментарий ол. Достар, ал енді біз кукингімізді бастаймыз. Айтпақшы, біз бүгінгі кукингті самсы пісіреміз. Ендеше кеттік. Достар, бізге самсыны жасау үшін не керек екенін айтып өтейін. Біз осындай қамыр алдық, ол самсыға арналған қамыр, яғни тесто. Біз тесто слоеный алдық. Ол көп бөліктерге бөлінген, міне көріп отырсыздар. Мынау сұйық май. Біз сұйық майды кішкене мөлшерде аламыз. Ал мыналар ол ең бастысы, яғни қоспалар. Қоспаларда бізде ет шұжығы бар, картоп пен пиязды бөлікке бөліп турап қоямыз. Және бізге қоспаларда бір ас қасық тұзы қажет болады. Достар, біз фаршымызға, яғни қоспамызға тұз қосамыз. Және одан соң сұйық майдың жартысын қосамыз. Енді барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Достар, біз қамырымызды бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Содан соң дайын болған қоспамызды қамырымызға түйеміз. Біз бұл қамырларды оқтаудың көмегімен жаямыз, және одан кейін олардың ішіне қоспаларды қосып түйеміз. Содан соң біздің шыққан самсыларымызды духовкаға саламыз. Бірақ бір айта кететін жайт, сіздер самсыларды духовкаға салғанда абай болыңыздар, немесе үлкендердің көмегіне жүгініңіздер. Мен бүгін самсыларды 2 табаға пісіремін. Біз ең алдымен осы 2 табаны майлап аламыз. Жұқа қылып майлаймыз. Содан соң самсаларымызды түйіп сала береміз. Бізде осындай арнайы шөтке бар, майлауға арналған, міне.
Достар, біз самсаларымызды духовкаға 180-200 градусқа 30-35 минутқа қоямыз. Достар, міне менің самсаларым дайын болды. Өздерінің түрлерінен ақ дәмді екені көрініп тұр. Әсіресе жылы самсы адамға өте пайдалы. Ал иістерін ай, мұрын жарады ғой. Достар, осымен менің видеом тамамдалып қалды. Сіздер де өздеріңіз осындай самсаны пісіре аласыздар. Ол өте дәмді шығады. Егер сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, сонымен қатар менің екінші арнамда жаңа видео пайда болды. Мен ол видеоны бүгін түсірдім. Ол видеоны сіздер ссылкадан, немесе комментардан, немесе мына подсказкадан таба аласыздар. Ол видеоның атауы бақылаудағы жағдайлар, оқушылардың типтері деп аталады. Ендеше мен сіздерді екінші арнамда күтемін. Сау болыңыздар!